Сейткасенова Ләззат Асановна. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары ұлы Абайдың тұлғасын Әуезов көзімен таниды. Абай жолы роман-эпопеясы. Мұхтар Әуезов. Абай жолы роман-эпопеясы. 2 бөлім. Жайлауда тарауы. Әйгерімнің осы әндері алғаш күміс қоңырау үнмен шырқап барып, үлкен үйлер жаққа жетісімен, сол үйлерден отауға қарай қалиқа жіберіліп еді. Айлалы, жырынды және осы ауылдың бар жасырын сырын, ішкі қыбыр-жыбырын, у мен зәрін жақсы бағатын кексе абысын Әйгерімнің отауына кіргенде үнсіз ғана келген. Ол өзінің келісімен ақ Әйгерім аңғарар, қояр деп еді. Әйгерім ән арасында тек орыннан тұрып, өзінен жоғарғы жерден орын берді де, Оспанның жаңа бұйрығы бойынша тағы да әніне кіріскен. Қалиқа өз көзінше Әйгерім айтқан бір ауыз әнді шала тыңдап бола бере, төмен отырған келінің санын қатты шымшып мытып отырды. Әйгерім әнді үзген жоқ, бірақ мына қысым жанын тілгендей, жамбас сипардың соңғы ырғағын қып-қызыл боп от алын жүзбен бітіре берді де көзінен моншақ-моншақ ыстық жасын төгіп жіберіп тоқтады. Қалиқаны ығында қаға берсе отырып қалғандықтан оның бұл жасын көрген кісі болған жоқ. Қалиқа ғана сезген болса, ол шіміріккен жоқ, қайта ысқырғандай боп шапшаң ғана сабыр етіп, жетті, желікпе деп бұйрық берді. Әйгерім әні осымен тоқталған еді. Содан әрі Біржанның өз домбырасы гүгіл қақты. Аға әншінің саңлақ, даңғыл, зор, сұлу әуені өзі самғап шығып еді. Жайлау түнінің жұлдызы жарық аспаннан шырқап, шаншылып ән кетіп жатты. Осы түнде әнет ішінде сол Біржан әндерінің салдарынан туған бір оқшау оқиға болды. Ол күй Базаралы басында болған еді. Ымырт кезінде балбаланың белінен құмар құшағын жазбаған Базаралы бойжеткен қыздың ауылына бірге келіп түскен. Балбала Базаралыны шын сыйлаған, сүйген көңілмен өз қасынан жібергісі келмей, «Базеке, бүгін менің қонағым болды» деп ертіп келгенді. Балбаланың әкесі өлген болатын. Ауылының бас көзі болған үлкен ағасы жоқ екен. Базаралы ере келіп үйге кіргеннен кейін балбаланың өзі реңдес, байсал мінезді, кең жүзді, қызыл сары бәйбіше біраз қысылып қалған. Шай қайнаттыруға бұйрық берумен бірге төсектің аяқ жағына қызын шақырып алып, ақырын сыбырлап сөйлеп, «Қалқамау, не білгенің бар? Қайның торғай болса, үрген иттің даусы естіліп мына жерде отыр. Үйіңе әлде кімді неге әкеледі десе не деймін? Мен қара жер болмаймын ба?» деп еді. Сабырлы, салмақты жүзді балбала әуелі аппақ тістерін тегіс көрсетіп, құпиялай күлді де, «Апа, аз күндік қонағымсың деуші едің ғой. Қанша сайран сала берер дейсің? Торғайыңа да басы байлы боп барармыз. Жаны шықпас. Базекемді қайтып қиып аулақ жүр deyіп аламын. Саспа, күтіп сыйлап қонақ етіп жібер» деген. Содан соң бір бағлан сойылып, үй іші жаңа көтерілген қазанмен жадырап масайраған шақта балбала әдем бір балқып, тұңғыш тыныш рахат көңілге кеп, Базаралыға арнап өзінің әдем әндерін созып айта отырды. Ашық, қалжыңқой, еркін мінезі Базаралыны бұрынғыдан да ұйытты. Жігіт балбаладан бар бейілмен айналып отырған. Сұлу қыздың шешесі мен бөлек отаудағы жеңгесі көп өтінген соң, қонақ жігіт Базаралының өзі де көп ән айтты. Әңгіме қалжың, әзілге үй іші қарық болғандай, аса бір кең жарасты құрмет кеші боп еді. Дәл жатар кезде шеше балбаланы абырой атағын, қадырын қорғап, қызын жеңгесінің үйіне жатуға жіберді де Базаралыны өзінің үлкен үйіне жатқызды. Өйтуінің әсіресе бір себебі, кешкі отырыста осы үйге әншейінде келе қоймайтын бір ересек балалар келіп кетті. Олар Торғай, Құлыншақ ауылының балалары екен. Өгізге мінгесіп елеусіз боп келген. Киімдері жұпыны, қозышы балалар сияқты. Келген себептері де орынды. Күндіз қосылып кетпеді ме деп қозысын іздеп жүрген жоқ қараушылар болды. Бірақ олар үйдің ішіндегі қонаққа, үй жандарының шырайына, қалжың әзілге қоздан гөрі көп көңіл бөлді.
қулау балалар екенін бәйбіше сезіп өздеріне ас ішкізіп жөнелткен еді. Осы балалар қойдың ішін аралаған боп күзетшімен сөйлесіп, бөгеліп, түн ортасына дейін шұбалып жүріп алды. Тек бала оларды байқамаған, елемеген қалпында үлкен үйге қонағын жатқызып, түңлікті жауып, өзі отауға қарай барып жатқан соң ғана қозышы балдар кеткен еді. Шала шешініп жатқан Базаралы түн ортасы ауа бергенде үлкен үйден ептеп шығып, бала жатқан отауға тура беттеді. Ай әлі батпаған, дала самалада екен, бозғыл отаудың түңлігі жабық.